Barşаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай чак-чак пісіремін. Пісіру жолын білгілеріңіз келсе, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ол үшін мен шым-шым тұз қостым. Шай қасықтың үшімен ас содасын қостым. 3 жұмыртқа қостым. Осының бәрін жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұн қостым. Ұнды көз мөлшерімен қостым. Ұнды шетінен абайлап қосу керек. Қамырымыз қатты болмау керек, бірақ қатты жұмсақ та болмау керек. Қамырымызды демалдырып қоямыз. Демалғаннан кейін жаямыз. Қамырды қатты жұқа қылмай, мен орташа жұқалықта жайдым. Мен осындай қылып жайып шығардым. Енді әркім өз қалауынша, қалауындағы формада кесе береді. Мен лапша тәріздес қылып кестім. Достар, мен видеом ұнаватса, лайк басып, каналыма жазылмаған болсаңдар, каналыма жазылып кетіңіздер. Келесі видеомды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сөйтіп кесіп алдым да, артық ұндарын қағып алдым сілкіп. Одан кейін қызып тұрған қазанға қуырып алдым. Майды әбден қыздырып алу керек. Одан кейін қамырымызды аз-аздан саламыз. Себебі қуыру барысында қамырымыз көтеріледі. Үстіп қызарғанша қуырдым. Астына салфетка төседім, артық майларын сіңіріп алу үшін. Одан кейін қуырылған қамырымыздың үстіне қойылтылған сүт қосамыз. Сгущенка қосып, үстіп араластырамыз. Әркім өз қалаған ыдысына үстіп салады. Мен осындай тарелкалерге салдым. Мак сеуіп жатырмын. Мак сеу, сеппеу әркім өз еркі. Мен әдемілік үшін сеуіп жатырмын. Дайын болған чак-чагымызды 2-3 сағат холодильникке салып қоямыз қату үшін. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.